Қазақстан 20 миллион. А Шри-Ланка деген мемлекет бар, қараңыздаршы. Кіп кішкентай ана сарымен тұрған, кіп кішкентай қанша халық тұрады, қараңыздаршы. 23 миллион халық тұрады. Мен кей кезде ойлаймын, Шри-Ланкада біз тұратын сияқтымыз бар ғой. Бір ауылға барсаң, халық жылап жатады, жайылымға жер жоқ, мал жаятын жоқ, шөп шабатын жер жоқ, қалаға келсең 10 соттық жер жоқ, көшеде пробка, есік алдында машина қоятын орын жоқ. Шри-Ланка, Северный Южный Кореяны қараңыз. Мен осы мемлекеттер үлкен мемлекет па деп ойлайтын. Сөйтсем акасы кішкентай екі мемлекет, ана үстінде қызылмен тұрған көрініп тұр ма? Қызыл. Северный Корея. Бүкіл әлем шулатып отыр ғой. Ана Ким Чен Ын деген президенттерін білесің бе? Бір қызыл кнопкасы бар, отыр ғой. Баш берейін ба? Баш берейін ба? Баш берейін ба? Бүкіл Америка, Россия, бүкіл жаңағы Европаның бәрі отыр ғой. Баш бермес деп. Я тоқтары қандай күшті деймін да. Я ана қызыл кнопка бар ма жоқ па ешкім білмейді да оны. Ол Северный Кореяға ол Ким Чен Ыннан басқа ешкім кіріп соғып жатқан жоқ. Астында Южный Корея бүкіл машинамыз, көлігіміз, техникамыз бізді емес, бүкіл әлемді қамтамасыз етіп отыр. Кішкентай ана Корея. Қанша халық тұрады қараңыздар. 25 миллион, оңтүстік Корея 51 миллион. Сол жерге сыйып жатыр. Біз сыймаймыз. Бір-біріміз жамандап, комментарияны көрсең кәдімгі бір миллиард халық тұрып жатқан сияқтымыз. Өзімді айлаған 20 миллион, оның ішінде қара көзіміз 13 па 14 миллион болды. Японияны қараңыздаршы. Япония вообще көрші жоқ. Островтың ортасында. Акула мен дельфиннен басқа көрші жоқ бұларда. Бірақ әлемде 3-ші орында экономикасы дамып кеткен қанша халық тұрады қараңыздар, 125 миллион халық тұрады. Сіздерге қарасам бар ғой, бәрін таңғалып отырсыздар ғой. Интернет жалғыз менде сияқты бар ғой, кәдімгі бір Колумб секілді бір островқа келіп тұрған сияқтым бар ғой. Есть такое государство, Япония 125 миллион. Картасын қараңыздаршы деймін. Біздің картаны бір художниктар салып берген сияқты ғой. Әдемі ғой біздің карта. Японияның картасын қараңыздаршы. Бір сары краскаға бір кисточканы алып деп шашып берген сияқты. Еще астына қарай танып кеткен ғой, көрдіңіздер ме еще? Бангладеш деген мемлекет. Кішкентай болғанда да кішкентай, ана жерде қанша халық тұрады, шошып кеттім қараңыздаршы. 169 миллион. 169 миллион. Мен айтамын, мыналар жоқтамайтын шығар деп ойлаймын. Мыналар жатса сыймайтын сияқты мемлекетіне. Бізге ата-бабамызға рахмет, қандай кең байтақ жерді бізге тастап кеткен деймін де. Индия, территориясы Қазақстанмен бір-бірдей екен, территориясы бір-бірдей. Бірақ қанша халық тұрады? 1 миллиард 408 миллион. 1 миллиард 408 миллион сияды екен Қазақстанның жеріне. Представляете, а біз 20 миллионбыз. Бізге көбеюіміз керек ағайын, көбею керек. Расымен көбею, 20 миллион азбыз біз. Мен сіздерге просто бір факт айтайыншы, қызық бір интерес. Көрші өзбек халқы, біз тәуелсіздік алғанда 16 миллион болдық. Өзбек халқы да 16 миллион болды. Біз қазір 20 миллион болдық, 4 миллионға көбейіппіз 32 жылда. А өзбек халқы қанша қазір? 36 миллион. 20 миллионға көбейіп кетті. Представляете? Жоқ, көбейсін, мен шаруам жоқ, дұрыс қой көбейген. Бірақ мен ойлап қарасам, бәріміз ойлап, логикаға салып барасыз. 91-ші тәуелсіздік алғаннан бастап, өзбек халқының ер азаматтары Европа, Ресей, Қытай, Қазақстанда әртүрлі жұмыстармен сол жақтарда жүр. Жылына бір-ақ рет үйлеріне барады. Жылына бір-ақ рет үйлеріне барады. Біз күнде үйдеміз ғой деймді. Біз вообще ешқайға шығып атқан жоқпыз ғой құрсын. Шықсақ та бірге ертіп алып кетіп атып қой елдерімізді. Бір жаққа шығып баратсаң бана ғой, қайда кеттің деген. А өзбек халқы бір жылда бір келеді үйлеріне. Вот видите қандай деймді. Жұмыстарында істеп жатыр. Үй жұмыстарында істеп жатыр. Біз жұмыста жартып атқан жоқпыз. 4 миллионбыз. Şu көбею керек бізге бар ғой. Негізі мен ойлаймын бар ғой. Бізге бар ғой, 2024 жылды алдағы. Ұрпақ жыл деп қою керек ойдым. Ұрпақ жыл деп. Түсініп атсыздар уже. Өзі негіз біздің қазаққа бірдеңе істеу үшін әр жылды бірдеңе деп атау керек. Жастар жылы, мәдениет қолдау жылы, ауыл шаруашылық жылы деген сияқты. Ұрпақ жыл десек, сол жылы бәріміз бірге 2024 жыл ұрпақ жыл десек, 25 жылы 20 миллион бала дүнияға келмесе де, 10 миллион бала дүнияға келсе де жартысы 30 миллион боламыз. Сосын 27-28 жылды бір демалып алып, 29-ды бір тағы ұрпақ жылы 2 деп қойсақ, 2030-ға дейін 45-50 миллион болып қаламыз үй. 50 миллион бар халықтың жеріне де ешкім қызық қарамайды, бізге де ешкім ештеңе айта алмайды. Қазақстан әлемде өзіндік орны бар.